Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазіргі таңның хит рецепттерінің біріне айналған өте керемет клубника в шоколаде рецептісінің үй жағдайында дайындалу жолыменен бөліскім келеді. Бұл рецепт өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпенен үй жағдайында дайындап, отбасыларыңызды, әсіресе балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Мен ең алдымен қажетті ингредиенттердің барлығын осылай дайындап аламын. Жаңағы шоколадтарымызға осылай сары майымызды екіге бөліп салып аламыз. Содан соң оны микроволновкада немесе су моншасында ерітіп аламыз. Кейін оны жақсылап араластырып, салқындатып аламыз. Салқын күйінде ғана клубниканың бетіне жағамыз. Сол кезде ғана шоколадтарыңыз клубниканың бетінде формасын жақсы ұстап тұратын болады. Ыстық күйінде жақсаңыздар, ол ағып кетеді. Міне видеода көрсетілгендей етіп, клубниканы шоколадқа аунатып аламыз. Содан соң осындай решеткада немесе тарелканың үстіне қойып, оны кішкене кептіріп аламыз. Дәл осы техниканы барлық клубниканы аунатып алғанша қайталаймыз. Ақ шоколадқа да және қоңыр шоколадқа да дәл осылай жасаймыз. Қалауларыңызша бетіне кез келген конфеттиларды немесе басқа да узорларды салуға болады. Барлық өздеріңіздің қалауларыңызша және фантазияларыңызға байланысты. Мен енді отбасыма дайындап жатқаннан кейін осылай балаларым ұнататындықтан конфеттимен беттеріне сеуіп шықтым. Видеода көріп тұрған боларсыздар, шоколад өзінің формасын жақсы ұстап ақпайды және өте тез кебеді. Ақ түсті шоколадты кез келген бояғышпенен бояп та қолдансаңыздар болады. Шоколадтың кез келген түрін қалауларыңызша пайдалануға болады. Мен әрдайым осындай капля глазурь немесе Қазақстан шоколадын пайдаланғанды ұнатамын. Себебі олар өздерінің формасын жақсы ұстап, жақсы жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген түрін алсаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Біздің клубникаларымыз дайын. Жаңағы қалған шоколадтан ақ клубникаларымыздың бетіне осылай узор салып шығамын. Бұл да әрине міндетті емес. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Қалай жасасаңыздар да бұл клубникалар өте дәмді болып шығады. Еселеп тым қымбатқа тапсырыспен жасатқанша өздеріңіз үй жағдайында дәл осы десертті дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі де шын мәнісінде өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге сеніммен айта аламын. Әдемілік үшін осындай арнайы қағаз форманы пайдаланамын. Егер ол сіздерде болмаса, тарелкаға қоя берсеңіздер болады. Осылай барлығын салып болғаннан кейін оны тарелкаға орналастырып, беті толығымен қату үшін шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа немесе 15 минутқа мұздатқышқа қойып қойсаңыздар болады. Сол кезде шоколад өзінің формасын жақсы ұстап, жан-жаққа ақпайтын болады. Дәл осылай жасап, қонақтарыңызға бірден бере берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған гүлім. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Апта сайын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз. Осылайша видеоны соңына дейін түсіріп болғанша отбасым клубниканың тең жартысын жеп қойды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.